Алматы қаласында текті жылқыларға шөп шайнап беруші қызметшілер тапшы. Жергілікті шаруалардың айтуынша 500 мың айлық төлесе де, қызметші табу қиын болып отыр. Тілшіміз шаруа басынан. Берем эту траву, как для своего ребенка. У нас план. В день 4 пресса. Мы с этим справляемся. У нас есть отчаянные ребята, которые больше получают. Они на комбикорме. Почему мы здесь? Но в свое время не учились. Поэтому, как мы говорим всегда, учение свет, не учение, с утра встал и пошел жевать траву. Я оқуды қатырмадық, математикадан жақсы едім мен кезінде. Сол қалай цифраларға әріптер қосылды, сол жерде соламаймен давай дедік қой математикаға. Математика ойымызға ақырдап жүре беріппін ғой. Оказывается, ол математика деген миды қозғайды екен. Миы қозғалған бала ол любой салада жүре береді де, ол бас істеп тұрды, любой жерде жұмысты кете береді, алып кетеді дальше. Мен құсап мына ат қорада жем шайнамай. Не істейміз өң жүрміз мынау? Бала шағаның қамы. Оқымағаннан опық жеген бұл азаматтар қазіргі таңда балдарын оқытып әлек. Сіздің де балаңыз болашақта атқа шөп шайнап кетпесін десеңіз, қазірден бастап қалан математикалық курсына беруге кеңес береміз. Төменге плюс қалдырып, толық ақпараттан қапы қалмаңыз. Таңшолпан Таңгенсова, Қарлығаш Қотангенсова, ПТК арнасы.